Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түрік танушы, публицист, педагог және қоғам қайраткері. Қазақ даласында 20 ғасырдың басында ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Сондай-ақ қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарын негізін салушы ғалым. Биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. 1997 жылы 11 қарашада Қазақстан Республикасының Қазақстан тіл туралы заңы қабылданды. Қазақстанның мемлекеттік тілі болып қазақ тілі қабылданды. Тіл қай ұлтта, қай мемлекетте болса да қастерлі, құдіретті. Біз тіл арқылы дамып көркендейміз. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі.